Қостанай қаласында жарықтандыру және бағдаршамдар орнату жұмыстарының нәтижелері талқыланды. Қала әкімінің қатысуымен өткен аппараттық жиналыста қала көшелеріндегі жарықтандыру мәселесі мен бағдаршамдардың қызметі бойынша өткен жылғы жұмыстар қорытындыланды. Қостанайлықтар биылғы жазда және әлі күнге дейін көше жарығының жоқтығы мен бағдаршамдардың үнемі ақаулары туралы жиі шағымданған болатын. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы бүгінде аталған жұмыстардың толық аяқталғанын хабарлады. В 2024 году 2024 жылы қала бойынша 31 учаскеде және 2 ыңғайлы мектепке кіреберісте жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жалпы сомасы 1,3 миллиард теңгені құрады. 1288 жарық бағанасы мен 2891 жарықтандырғыш алмастырылды. Қостанай қаласында 423 көше бар. Бүгінгі таңда оның 381-і жарықпен қамтылды. Бұл 90,1% құрады. Жиналыста қала әкімі көше жарықтарында ілініп тұрған көптеген сымдар мәселесін қайта көтерді. Бұған дейін тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне бұл мәселені шешу жөнінде тапсырма берілген болатын. Себебі көп жағдайда кабельдер заңсыз орнатылып пайдаланылады. Әкімнің айтуынша аталған кабельдер негізінен интернет провайдерлер мен басқа да байланыс қызметтерін ұсынатын компаниялар тарапынан орнатылған. провайдеры, вот эти, которые вешаются там. Бұл негізінен интернет-провайдерлер мен басқа да байланыс қызметін көрсететін компаниялар. Олар біздің бағаналарға заңсыз түрде сымдарын тартып, түрлі қызметтерін ұсынады. Біз оларға ескертіп, барлығын тәртіпке келтіруді талап еттік. Қазір бұл мәселені шешуге тырысамыз. Үйден үйге қиылыстардан тартылған сымдар көзге көрініп тұр. Бағдаршамдарға қосылған сымдарды қысқартып тастадық. Олар бұл жағдайды ешқандай талапсыз және ақысыз пайдаланып жүр. Биылғы жылы қаладағы жарықтандыру мен бағдаршамдарды орнату жұмыстары М-сервис кесті компаниясына тапсырылды. Қазіргі уақытта 152 бағдаршам орнатып 67-сін жөндеген. Азамат Бегалин айтуынша 2024 жылғы жоспар толық орындалған. Я так предполагаю, что Бағдаршамдар бойынша 44%-ын орнатылып жұмыс істеп тұр, бірақ көптеген шамдар түскен. Бүгін біз жұмыстың аяқталғанын естідік. Бірақ менің ойымша сіздер тек бағаналарды орнатып, жарықтандырғыштарды қойдыңыздар, бірақ реттеу жұмыстарын әлі толық аяқталған жоқ. Бұл мәселе толық шешілуі керек, себебі бәрі де әлі де дұрыс емес. Сонымен қатар тұрғындардың наразылығына себеп болған тағы бір мәселе Парк Победа алаңының жарықтандырылмауы. Кешкі уақытта ол жерде жарықтың болмауы тұрғындар тарапынан сынға алынды. Алайда бұл мәселені себепкері Қызылордадан келген мердігер компания болғаны белгілі болды. Но это обратно же. Мұны сіздер жасаған жоқсыздар, енді біз аяқтап жатырмыз. Бұл тағы да мемлекеттік сатып алулар. Сіздер жергілікті тұрғындарсыздар ғой, біз сіздерді үнемі бақылап қадағалайтын боламыз, ал басқаларды іздеудің қажет жоқ. Мен сіздерге айтайын дегенім, Қызылорда, Алматы және басқа компаниялар жасаған. Егер сіздер қызмет көрсетуге кіріскен болсаңыздар, онда жауапкершілік сіздерде. Қазір Жеңіс саябағын тексеріп, кешке жарықтың бар жоғын көретін боламыз. Келесі жылы жарықтандыру мен бағдаршамдарды орнату және жөндеу жұмыстары жалғасады. Азамат Бегалин атап өткендей, олар қаладағы тар көшелер мен жертөлелерге ерекше көңіл бөледі. Сонымен қатар 2025 жылы 52 бағдаршамды жөндеу жоспарланып отыр.